Ал Айгүл, бүгін ерекше құлпырып кетіпсіз. Ерекше емес, как всегда құлпырып. Иә, Енді қысқа еткен, сәл-пәл. Неге қысқа еткеніңіз? Енді кем десене. Енді кем. Бұған дейін кимедім ғой. Кимей былай. Енді байқасаңыздар, соңғы кезде мен ұзын киіп, жабық киініп, жайлап сөйтіп келе жатқан кезде әдемі болып. Сонымен көшсем, онда тұрған деп арасында қысқа киіп тұрайын. Иә, солай. Көңіл күйіңіз бүгін жақсы. Күшті. Бүгін мынандай трендтегі сұрақты қояйын деп шештім. Сүю қиын ба, ұмыту қиын ба деген. Сүю қиын ба, ұмыту қиын ба? Екеуі қиын сияқты десене. Сол сіздің ойыңызша. Андай ғой, жас кезінде может сүю оңай, ұмыту қиын болатын шығар. Ал жасың өсе келе, сүю қиын, ұмыту оңай болып кететін сияқты. Солай. Мынандай бір ұйым болып отыр, құрметті ұран. Солай. Сұлжан, бүгін мен мынандай бір ерекше сұрақ қойып жатырмын. Сізден білгім келіп тұр. Сіз қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша, иә, сүю қиын ба, ұмыту қиын ба? Сүю қиын ба, ұмыту қиын ба дейсіз ба? Ұмыту қиын. Сіз кімді ұмыта алмай жүрсіз? Онда сұрақ болмайды. Қалай ойлайсыз? Дұрыс қой, ұмыту қиын деп тұрсыз. Демек сіздің ұмыта алмай жүрген жаныңыз бар. Сүю қиын ба, ұмыту қиын ба? Ал сүйіп қойсаң ұмыту қиын бола ма сонда? Қалай ба? Білмеймін. Мысалы, бір қызды көресіз да, сіз екі қызды сүйе алдыңыз, әлде олай емес па? Иә, сүйе алдым. Сол қайсыны ұмыта алмай жатсың? Қайсыны ұмыта алмай жатсың? Айтпай ма? Қиынап жатыр қой. Айта алмайсыз оны, иә? Мүмкін біреулер жоқ болғанда айтуға болатын бет. Біреулер емес, жалпы болашаққа көретін боласыздар оңғасы. Әрекет бізден. Жарайды, көреміз енді. Аннаның көңіл күйі қалай екен? Сіз қазір ата-анаңызбен бірге тұрып жатсыз ба? Сіз туралы кішкене мәлімет білейік, танысайық бүгін сізбен. Кіммен тұрып жатсыз? Өзіңіз жалғыз ба, әлде ата-анаңызбен ба? Жоқ, ата-анам үйде, Астанада. Астанада, бірақ ата-анаңызбен тұрдыңыз. Қанша ағайындысыз? 3 ағайын. Сіз үйдің? Үлкенімін. Мен мынандай бүгін сұрақ қойып жатырмын. Өзіңіз естіп отырсыз ғой. Ұмыту қиын ба, немесе сүю қиын ба деген. Сіз қалай ойлайсыз? Ұмыту оңай, сүю Қиын. Сүйіп жақсы көретін, ұмыту оңай. Демек сіз ұмыттым деп ойлайсыз? Иә, ұмыту қалай енді кеткен адамды қинап, ұмыта алмай, жүре алмаймын. Жүре алмайсыз. Жіберу керек, ұмыту керек. Ал бүйтіп сүйіп жақсы көру үшін мен қиын.